Менің есімім Самат Ажыбеков. Бүгін біз бизнес талдау жобамызды бастап жатырмыз. Тұрақты жұмысшы қалмайды. Оборот қанша сізде қазір? Таныс қой, таныс болғаннан кейін ол ұялғаннан істейді деген сияқты бір ой болады да. Мына мебель болмаса, біз мына жерде көрпеше төсеп, жерде отыратын едік. Көп мамандар бар, барлығы самоучкада үйреніп алған, только құрастырады болды. Мен осы проблеманы болмас үшін не істеуім керек деген. Ақшаның түбіне жетпейсің бәрібір. Жұмыс жасаймыз. Рахмет сізге. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Менің есімім Самат Ажыбеков. Жевелюкс зергерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Кәсіпте жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болып қалды. Бүгін біз бизнес талдау жобамызды бастап жатырмыз. Бұл жоба негізі кәсіпкерлерге арналған. Яғни бұл жобада біз әртүрлі бизнестерді талдайтын боламыз. Бізге келген кәсіпкерлердің запросы бойынша болып жатқан проблемаларды анықтаймыз, шешімін табамыз, немесе шешу жолдарын көрсететін боламыз. Бүгін бізде қонақта Айдын мырза. Айдын мырза, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жалпы жұмысыңыз қалай болып жатыр? Өзіңіз туралы таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Шақырғандарыңызға рахмет. Есімім Айдын, Алматы қаласынан болам. Жасым 24-те. Кәсіппен айналысып жатқаныма қазіргі таңда 5 жыл уақыт болды. Менің айналысып жатқан кәсібім қазіргі таңда жиһаз өндірісі, производство мебели. Өте жақсы, Айдын мырза. Жалпы енді кәсіпте жүргеніңізге 5 жыл уақыт болды. Именно осы бір сферада ма или әртүрлі? Мысалы, біздің осы мебельный салада жүргеніме уже 5 жыл болды, бірақ официально жеке кәсіпкер ретінде жүргеніме уже 2-ші жыл. Қандай проблемалар бар, қандай запрос бар? Бізде в основном бизнестің жүйесі ғой. Дұрыс жүйе қойылмағаннан кейін бизнес дұрыс жүрмейді да. Сол жүйе жағынан жүйесіздік сізге неге мешет етіп отыр? Жүйесіздік в основном бізге мешет етеді, ол кадр жағына, жұмысшы жағынан. Жоғанда не үшін жүйені түзегіңіз келіп жатыр деген сұрақ қой. То есть ол сізге аз ақша алып келіп жатыр ма, или білмеймін, сізді қатты напрягать ете ма, или қалай? Или там достарыңызға барып айтқан уақытта біртүрлі боласыз ба деген сияқты да? Жоқ, ондай емес, барлығы нормально. Просто кадр мәселесі, ол мысалы бізде жиһаз саласы болғаннан кейін барлық жиһаз жасайтын компаниялардың в основном проблемасы ол кадрда, өйткені тұрақты жұмысшы қалмайды. Окей, хорошо. А в основном деп айтатын сіз басқалар тоже не? Анализ жасап көрдім көп компанияларда. Одан кейін осылай айтып отырмын. Жалпы осы мебельде лидирующий компанияларды білесіз ғой, иә? Конкурент дейміз ба, или коллегалар дейміз ба, жарайды. Мықты компаниялар білесіз ба? Иә, білем. Білесіз, лидерлер. Аша олармен сөйлесіп көргенсіз ба жеке барып? Жеке сөйлесіп көрмесем де, былай сырттай білем барлығын. Сырттай білесіз, сырт кухнясын білесіз, ішкі несін білесіз. Ішкі ол жақта жұмыс істеп жатқан балаларды сырттай танимын да, олармен общение бар. Жақсы, хорошо. Негізі жалпы андай түсінік бар да, жүйе жоқ деген түсінік жоқ негізі вообще ше. То есть заңдылық дейміз ба, басқа дейміз ба? Пустой деген нәрсе жоқ қой негізі. Пустой деген нәрсе жоқ. Мысалға стакандағы суды қазір төгетін болсақ, онау судың орнына, мысалы жартысы ауа, жартысы су ғой. Төгетін болсақ, судың орнына ауа келеді. Ол пустой деген нәрсе жоқ. Біздің пустой деп просто ауаны айтамыз, бірақ ауа да ол да бір нәрсе да негізі. Сондықтан тура солай сіздің жұмысыңызда да негізі андай бір қайтсам болады, жүйе жоқ деген нәрсе жоқ та. Жүйе бар, просто оны сіз қоймағансыз да. Сіз қойылмаған, по-своему қойылған бір жүйе бар. И әр жұмыста мысалға, білмеймін енді, сіз мысалы өзіңіз қойсаңыз, ол бір формальный лидер болатын еді, яғни мынау сенің старшың, мынау сенің робың деген сияқты ол атап қойылған лидерлер болады. Так как сіз қоймағаннан кейін, ол жақта неформальный лидерлер болады. Яғни бір адам по-своему өзі бір лидер болып шығады, басқалары на автомате оны жаңағыдай мойындайды деген сияқты сондай бір нелер бар да негізі. Ол энергетический бір неде, по-любому ол солай болады. Жүйе жоқ деген нәрсе жоқ. Сіз осыны дұрыстап қарап көрсеңіз, осы анықтай аласыз ше. Жаңағыдай формальный, неформальный деген сияқты. Сіз арнайы қойған адам, мынау цехтың старшығы, ол жаңағы формальный лидер. Дұрыстап қарайтын болсаңыз, кейбір адамдар болады, өзі лидер етіп жүргендер. Мен ойлаймын, сіздің бірінші қазіргі неңіз сол неформальный лидерлер тауып алу. Жұмысыңыздағы қанша адам бар негізі? Бізде цехта жұмыс істеп жатқан қазір 4 адам бар. Хорошо, давайте бітейікші. Давайте так. Оборот қанша сізде қазір? Бізде 9 миллион қазір. 9 миллион қазір. В среднем болады, иә? Хорошо. Оборот 9 миллион. Қанша адам істейді сізде? Бізде 4 адам істейді. 4 адам істейді.
4. Так, давайте қызметкер дейікші. Хорошо. Рөлдері қандай? 4 қызметкердің. Иә. Біреуі полный раскройға жауап береді. Біреуі сборкаға жауап береді, біреуі установкаға жауап береді. Біреуі сборкаға жауап береді, біреуі сборкаға жауап береді. Үшеуі ғой? Біреуі помощник, төртіншісі. Помощник не істейді? Помощник көтеріседі, мысалы установка қараған кезде көмектеседі деген сияқты ол жерде. Жақсы, хорошо. Давайте бастик. Рекламаға құртатын сумаңыз. Күніне $15. Күніне $15. Айына шаққанда қанша кетеді? Примерно теңгемен? Примерно 200-300 мың теңгенің арасында кетеді. 300 мың теңгенің арасында кетеді. 200-300к кете ма? Хорошо, жақсы. Фиксировать етіп алдық. Жүйелеудің артында сіз үшін қандай не бар? То есть не үшін сіз жұмысты жүйелеуіңіз келіп жатыр? Оның себебі мен операционкадан шыққым келеді да. Барлығы уже өз системасымен жүріп тұрса, сол жақсы. Жақсы. Операционға шықсаңыз не болады? То есть не үшін сіз операционға шыққыңыз келіп жатыр? Бір, одан кейін операционға шығу деген әңгіме қаяқтан алдық вообще? Операционный шығу, мысалы, өзінің бизнесінің сырттан қарайсың да, ол қай жері дұрыс, қай жері дұрыс емес. Мысалы, мен қазір полный уже бизнестің ішінде жүрмін да, полный раскрой, замер, установка, барлығына да өзім бар жүрмін да, мысалы. Мысалы, ол жерден шығып, мен сырттан қарап, только заказ алып келемін мен, цехқа беремін, цех өзі шығарып апарып қояды. Цех өзі шығарып апарып қояды. Жақсы, хорошо. Сіз не істейсіз сонда? Мен чисто продажаға жауап беремін. Продажаға жауап бересіз. Сіз онда продажник болып қаласыз ғой сіз, получается. Сіз уже бастық емес, продажник болып қаласыз ғой жұмыстағы. Иә. Сізге сол керек па, просто енді? Енді солай маған ыңғайлы негізі. Жақсы. Басқа продажниктер негізі істей ала ма ол жұмысты? Басқа продажникті істетуге болады, бірақ оған ұзақ процесс кетеді. Оған обучение кетеді. Обучениенің өзінен примерно 1-1,5 ай уақытын алып тастайды. Бізде өйткені осы уақытқа дейін продажниктер істеді, олар вообще, мысалы, 1 айда вообще оборот әкелген жоқ. Хорошо. Сіз енді бірақ қазір жүйелеуге байланысты, то есть өзіңіздің қалауыңызға байланысты нәрсені уже өзіңіз айтып отырсыз да қазір? Не істеу керек екенін ше, не істегіңіз келетінін уже өзіңіз айтып отырсыз. Бірақ оған почему-то сіз бармай жатсыз әлі күнге шейін. Қанша уақыт болды сіз қазір мысалы осы жүйесіздікпен күресіп отқаныңызға? Уже 1 жыл болды. 1 жыл болды, хорошо. Именно проблема қай жерде? Жаңағы сіздің барып установка жасауыңызда ма сонда? Иә. Установка жасауда проблема, то есть проблема, яғни біз қазір установка жасайтын адам қойсақ, сіздің проблемаңыз шешіле ме? Иә, шешіледі. Хорошо, а онда в чем проблема? Не үшін сіз установкаға адам таппайсыз? Мне кажется, мен не білгеніңізді хабарым бар негізі. И установкаға даже қазір, по-моему, сырттан адам табуға болады бір звонокпен. Иә. Просто қазіргі мамандар, ол біздің деңгейдегі мамандар емес, көп мамандар бар, барлығы самоучкада үйреніп алған, только құрастырады болды. Әйтпесе апарып, мысалы, ол жер регулировка көп деген жұмыстар бар да, клиентқа көрінетін. Мысалы, оны көп адамда істей алмайды. Мысалы, ол жерде, мысалы, дұрыс адам істемейтін болатын болса, уже бізге двойной расход болады да. Ол, мысалы, бірдеңені дұрыс істемеуі мүмкін, тез қою мүмкін. Сондай адамдар көп болғаннан кейін. Сырттан адам тартқан уақытта ма? Жақсы. Сондай болады. Хорошо. Примерно давайте. Қазір 9 миллион оборот, 9 миллион оборот. Таза пайда қанша? Бізде 20-25%. Теңгемен айтатын болсақ, суммамен айтатын болсақ именно. 1,5-2 миллион. 2 миллион теңге таза қалтаңызға қалады. Иә. Расходтан бөлек. Так. Басқасы себестоимость па сонда? Иә. Оның барлығы уже бізде маркетинг, барлығы уже сырылып шығады. Менің чисто өзімнің прибылім 20-25%. Жақсы, 2 миллион теңге дейік. Нарықтағы сборщиктің суммасы қанша тұрады? Ол 10%, 15%-ның арасында. Неден алады ол? Общий суммадан. Общий обороттан 15% сборщиктер, установщиктер ала ма сонда? Сізге қазір керек установщик қой? Иә, установщиктер. Менің ойымша ол установщик бізге оқыту керек па, или оқытпау керек па деген сияқты болып отыр да. Мысалы, мамандарды өзіміз әзірлеп шығаруымыз керек па, негізі? Енді қараңыз. Бізде өйткені басының проблема осыда да көп компанияларды естіп жатам. Бізден кадр жайынан установка барған кезде установщик кетіп қалды деген сияқты да. И сол үшін заказдар бітпей қалады, и сонымен соттасады да көбісі. Жақсы,
мне кажется, сіз просто көп компанияларды неткен емес, өзіңіздің опытыңызда көп нәрсе өткізбеген сияқтысыз да. Анау былай айтқан, мынау былай айтқан деген нәрселер болып жатыр да. Мен өзім басыма өткеннен кейін мен жан жақтан іздеймін ғой. Қалай болады? Мысалы менде только қазір бір-ақ мастер тұр. Бір мастер. Негізі былай істейік, любой мысалға, негізі любой жұмыстағы қызметкер, ол просто қызмет жасағысы келмейді да. Ол сенің өзіңнің жеке, то есть мысалы жеке дегенде қалай? Жұмысқа қойылған мақсат болады ғой. Бұл жерде оны анықтау керек та, кәсіптің мақсаты бар ма? Иә. Кәсіптің мақсаты бар ма жалпы? Біз қайқа бара жатырмыз? Бірдеңге определенный бір жұмыс жасаласыздар ғой қазір. Иә? Біз қайқа бара жатырмыз? То есть біз бір жылдан кейін қай жерде боламыз, біз 2 жылдан кейін қайақта боламыз, 5 жылдан кейін қайақта боламыз, біз вообще қандай проблемалар шешіп жатырмыз? Осындай нәрселер анықталса, жұмыстың бір целі пайда болады. Сіздің жеке емес, үй салу, анау-мынаудан бөлек жұмыстың, кәсіптің. Яғни мен мысалы бутик ашқым келеді, мен бутигім там Армадада болғанын қалайын білмеймін. Болмаса Есентайдың ішінде ашқым келеді, сондай да? Бір қызықты именно жұмысқа арналған мақсат болу керек. Иә, бізде болашақта бар ондай пландар. Жақсы. Сол анықталғаннан кейін сіз жаңағы қандай проблемалар шешіп жатсыз, оны да анықтайсыз. Дұрыс қой, иә? Яғни мен ойлаймын, сіздегі мебель саласы қандай проблема шешіп жатыр. Мысалға біз мына жерде отырмыз қазір, иә? Априори бір мебельдің үстінде отырмыз. Яғни мына мебель болмаса, біз мына жерде көрпеше төсеп жерде отыратын едік. Неудобно. Дұрыс па? Значит, бізде сондай бір атмосфераны сіздің именно создавать ету керек. Атмосфера создавать ету керек. То есть именно сол проблеманы шешіп жатыр. Екіншіден мысалы үйге қоятын болса, үйдегі мысалға жинақылық, үйдегі атмосфера, үйдегі жаңағы интерьердің жаңағыдай дизайн бойынша болуы дейік. Мысалы ас үй жиһаздары дейік. Ас үй жиһаздары жаңағы тамақ жасайтын адам әйелдерге удобство создавать етіп беру. Сондай да мысалға жаңағыдай қазір көп қой механизмдер шығып кеткен, кнопканы бассаң өзі ашылады деген сондай бір удобствомен. То есть көрдіңіз, сіз кәдімгі проблеманы шешіп жатсыз негізінде. Бұл жерде сіз оны түсіну керексіз да. Бірінші сіз өзіңіз қабылдау керексіз. Одан кейін барып екінші мәселе сізге айтқым келіп тұрған бұл қызметкерлерге осыны түсіндіру керек та. Сіздің не үшін сізден мысалға кетіп қалып жатыр? Потому что цель жоқ қой оларда. Цель жоқ. Может быть, сіздің бірінші сіздің неңіз основной акцентіңіз ақшаға кетіп қалуы мүмкін. Мүмкін. И сіздің қызметкерлеріңіз сіздің айнаңыз сияқты. Сіз қандай боласыз? Қызметкеріңіз примерно сондай болады негізі. Плюс-минус соған ұқсас болады да. И сондықтан сіз өзіңіз сол цельді көрмегендіктен, сіз өзіңіз сол цельге қатты әрекет жасамағандықтан, сіз ол цельді командамен бөліспегендіктен, конечно, команда құрылмайды. Команда қай кезде құрылады, когда барлығының бір общий бір цели пайда болған кезде. Біз просто қызметкерді қызметкер деп қарамау керекпіз да. Олар сіздің командаңыздың бір мүшесі. Мысалға сіз жаңағы футбольный командадағы капитан болатын болсаңыз, нападающий ма, біреу защитада тұр, біреу там полузащитада тұр, біреу воротада тұр деген сияқты ғой. Біреу заменада тұр. Оның барлығының определенный бір жұмыс рөлі бар. И сол рөлді анықтап түсіндірген кезде адамдарға, оларда уже көзқарас басқаша болады. И көзқарас басқаша болған кезде оларда интерес пайда болады да жұмысқа деген. И жұмысқа интерес пайда болған кезде оларға қажетіне кетіп. Кетудің қажеті жоқ. Біз барлығымыз бүйтіп ойлаймыз да, қалай айтсам болады. Ол бөлек кетіп жатыр, себебі ол көп ақша табуға сондай. Өзі ашқысы келіп жатыр, көп ақша тапқысы келіп жатыр деген сияқты. Ақшада емес қой негізі барлық жерде мәселе. Ақшада болуы мүмкін, какой-то бір часть қана негізі. Бірақ қызметкерлердің барлығы бір жеңістің бөлігі болғысы келеді да. Бір жеңістің бөлшегі болғысы келеді. Мысалы жаңағы мысал келтірген футбольный команда. Футбольный командада ешқандай желание болмаса жеңуге деген, ол жақта ешқандай игрок ойнағысы келмейді. Келсесіз ғой? Иә. Вот, сондықтан тура сіздің жұмысыңызда да примерно сондай негізі. Команда, любой команда именно осы. Бір. Екінші, сіз қызметкерлерге қандай жағдай жасап беріп жатсыз? Екінші мәселе. То есть бірге бір жаққа жиналып барып жатсыздар ма? Команда дейтіндей команда құрылып жатыр ма? Либо әркім по-своему өзі жүр ма? Яғни сізде білмеймін ғой жұмыс қалай болып жатыр, ше? Яғни жұмысқа келді, сіз қабылдап алдыңыз, мынау сенің жұмыс орның дедіңіз, апардыңыз, отырғызыңыз, анау жасап жатыр, болды. Ары қарай жұмысыңыз жоқ. Сіздің барлық қалауыңыз анау әйтеуір өзінің жұмысын жасап болса болды. Ол сондай мәселе болуы мүмкін да. Енді примерно осы жақтан айтсаңыз, қандай вообще нелер бар жұмыста? Атмосфера қандай дейікші, жарайды. Иә. Бізде атмосфера болады. Бізде өйткені в основном өзіміздің адамдар, біздің таныстар істеп жатқан. Так.
бізде мысалы бір жерге баратын болсақ та бірге отырып жүреміз. Бізде ұйым сол жағынан бар. Просто бізге кейде адам керек болып қалады ғой. Сол кезде басқа жақтан адамдар тартамыз. Ол адамдар көп жүрмейді ол жерде. Өйткені то анан бірдеңкені дұрыс істемей қалады. Установка барған кезде бірдеңкені бүлдіріп қояды. Сондай адамдар көп та. Сол үшін біз алдында бір кісіні келіп оқыттық, полный қасымызда жүрді, үйренді. Үйреніп алғаннан кетіп қалады сразу. Хорошо. Үйреніп алады, кетіп қалады көбісі. Үйреніп алады, кетіп қалады. Қанша рет болды? 3 рет болды. 3 рет болды. Жалпы қанша қызметкер алдыңыз жұмысқа? Примерно 7-8 ден асады. Общий 7-8 қызметкер алдыңыз. Кетіп қалғандарымен бірге санаған кезде ма? Жоқ, олардың барлығын санаңызшы мысалы. Келіп кеткендердің барлығын санаңызшы. 10-15 адам. 15 адам алдыңыз, соның 3-4-еу кетіп қалды. Примерно айтқан кезде сізде 30% адам 4 адам істеп жатыр. Қазір істеп жатыр 4 адам. Ну, примерно сізде кетіп қалған где-то 30% адам болып тұр ғой сонда, иә? Жақсы, хорошо. Так, жаңа айтып қалдыңыз, сізде қазір істеп жатқан адамдардың барлығы ма или көбісі ма? Таныстарыңыз ба сонда? Иә, көбісі таныстар. Қандай таныстар ол? Туысқан или достар? Туысқан. Біреу туысқан. Иә. Ұзақ уақыт болды ма істеп жатқанда? Иә, 1 жыл болды. Жақсы. Мен негізі бізде қазақтарда бар сондай, негізі бірдеңе болатын болса, класстастарын тартып алады, достарын тартып алады, басқа деген сияқты. Иә, ол жақсы. Біз барлық нәрсені, то есть біз жұмыстағы лучше жүйе қоюдың орнына біз аламыз да сол проблеманы осындай жолмен шешіп кетеміз да. Яғни жүйе қою ол бізде барлығы четко жүру ғой негізінде. Біз ойлағанымыздай барлығы четко жұмыс жасалу керек. Жүйе қою осы үшін қоямыз негізі, дұрыс па? Ойлайсың, так, анау, там, білмеймін жаңағы, сборка. Ананы сборкаға қойдым, ол өзіне өзі сборкаға жасай берсе. Сіздің ойыңызда таныс қой, таныс болғаннан кейін ол ұялғаннан істейді деген сияқты бір ой болады да. Сөйтесіз дағыны сол ойды біз аламыз да адамды бір рөлге қоямыз. Оған қарамаймыз, ол жасап жатыр, таныс қой жасап жатыр деген сияқты. Негізі мен ойлаймын, изначально негізі алмай қойса таныстарды, сіз алмаған кезде басында қиналатын едіңіз да, басында қиналған кезде сіз уже давно сіз жүйесіздікпен бұрын күресіп, уже шешім тауып қоятын едіңіз негізінде. Бізде сол болуы мүмкін негізі. Негізі одан кейін екінші мәселе, біз таныстарды алған кезде біз оған барып қатты айта алмаймыз. Ол да тура сіз сияқты ойланып жүр да қазір ше. Анау бастық мен танысым ғой, білдіріп қойсам да ұрыспайды деген сияқты ой болады. Конечно, осыдан кейін жүйесіздік пайда болады да. Түсінесіз ғой? Ол да примерно сіз сияқты ойланады. Адамдардың барлығы ойлау жүйесіне плюс-минус ұқсайды да. Сондықтан ол айтады, таныс қой, бірдеңке қаласады. Или екінші тағыдан не пайда болады, ақша сұрайды. Осыны аванс бере тұршы, маған ойбай анаған керек болып отыр, маған мынаған керек болып отыр, тұтасызда. И ол көбінесе көп адамдарда жаңағыдай кассовый разрывқа алып келуі мүмкін мысалға ше. Одан кейін сіз бір рет бересіз көңіліне қарап, 2 рет бересіз, үшіншісінде сіздің ол міндетіңіз сияқты қарайды. Бермесеңіз сізге ренжиді мысалға. Одан кейін атмосфера бұзылады. Сіз олардың көңіліне қарап кетесіз. Бір күні қарасаң, сен қызметкер, аналар басқа сияқты болып кетеді да. Аналар жұмсасаң жаңағыдай ренжиді деген сияқты. Одан кейін сіз ойлайсыз мысалға, ой, анау жаман ойлап қалмаса екен, мені жаңағыдай тәкаппар болып кетті деп ойлап қалмаса екен деген оймен нетпей қаласыз ғой, айтсам болады. Көп істеу керек нәрсені істей алмайсыз да. Негізі жұмыстағы жүйе ол өте жесткі негізі. Өте жесткі да. И оны сырттың адамы оны қабылдайды. Қалай қабылдайды, ол солай тәрбиеленіп шығады. Бағанағы сіздің тәрбиеңіз осыған келеді да. Сіз таныстарды алсаңыз, никак оларды тәрбиелей алмайсыз. Либо сіздің мінезіңізден андай болып переключаться ете алсаңыз, онда жақсы. Мысалға жұмысқа келген уақытта білмеймін, ініңіз істеп жатыр. Ініңіз істеп жатыр или әпкеңіз істеп жатыр дейікші. Иә, әпкеңіз істеп жатыр. Вроде жасы үлкенсізден. Но должность бойынша сіз үлкенсіз да. Дұрыс қой. И ол келген уақытта сіздің сол жерде бір жұмысты білдіріп қойсыз, оған ұрса аласыз ба, ұрса алмайсыз ба, штраф сала аласыз ба, сала алмайсыз ба. Осыны өзіңізден бір өткізіп көріңіз қазір. Егер сала алмайтын болсаңыз, оған желательно ол жерге ондай кісіні қоймаған дұрыс та негізі. Сіз қазір сырттың адамын қоятын болсаңыз, сіз оған жесткий жаңағы нелер қоя аласыз. Қайтсам болады жаңағы. Талаптар қоя аласыз. Иә, жесткий талаптар қоя аласыз. И қатаң талаптарда сізде жұмысыңыз да өнетін болады да. Жұмыста мен ойлаймын, любой қызметкерді алған уақытта ең бірінші бірдеңе білдірсе, оны кешіруге болады. Себебі ол білмей істеді да оны. Бірақ екінші рет, үшінші рет, төртінші рет қайталаған кезде ол біліп тұр. Значит, оның компетенциясы жетпей жатыр, оның просто шамасы жетпей жатыр да. Оның рөлі емес ол. Сондықтан оның рөлі болмаса, біз ол қызметкерді не істеу керекпіз? Босату керекпіз. Оны жіберу керекпіз. Просто бізде жұмыста көп адамдар бар. Көп кәсіпте
қатырмай жатыр да, бір жұмысты көріп тұр негізі. Ол бір қызметкер жұмысын қатырмай жатыр. Бірақ аламыздағы оны біз байлап отырып аламыз да ол жерге ше. Бірақ сол жерде түсіну керек та, біз байлау арқылы біз ол адамға қиянат жасап жатырмыз негізі. Адамның өзіне қиянат жасап жатырмыз да. Себебі оның рөлі емес та ол. Біз сырттан көріп тұрмыз ғой оның рөлі емес екенін. Ана адам өзі түсінбей жатыр да. Сен көрдің ба? Барда түсіндіріп айту керексің да. Түсініп тұрмын, сен жұмыс жасағың келіп жатыр, ақша тапқың келіп жатыр, бірақ мынау рөл сенікі емес. Егер де адам ақша керек болатын болса, ол мына жұмыстан шығып басқа жұмыс тауып алады. Ертерек жіберсеңіз, ол адам өзінің жолын ертерек табатын еді да. И сіз жұмыстың алдында да қиянат жасамайтын едіңіз. Жұмыстың алдында сіз басқа уже адам тауып қоятын едіңіз осы жерге. Сол кезде сіздің жұмысыңыз ертерек жүретін еді. Түсіндіре алдым ғой? Иә, түсіндім. Иә, сондықтан мен ойлаймын, сіздің жұмысыңызда қазір бірінші неде жаңағы атмосфераны қарап көру керек. Бір. Екіншіден таныстар деген нәрсені қарап көру керек. Таныстардың мәселесі бойынша сіздің оларға деген отношениеңіз. Сіз қалай отнестетесіз оларға, олар сізге қарым-қатынас. Олардың сізге, сіздің оларға деген қарым-қатынасыңыз. Үшінші мәселе, бағананы ойланып көру керек. Сіз оған бірдеңе айта аласыз ба, айта алмайсыз ба ертең. Одан кейін ең маңызды момент бар. Негізі любой жұмыста бағана сіз айттыңыз ғой, кетіп қалуы мүмкін. Кетіп қалу қаупі бар деп ше. Мен сізге не айтайын? NDA деген келісім бар. Заңгерлерге айтсаңыз, договор NDA жасап бересеңіз, олар жасап береді. Яғни ол кәдімгідей заңды түрде жасалатын договор. Любой қызметкер келген кезде сіз ол кісімен келісімге отырасыз. Кәдімгідей келісімшартқа отырасыз. Определенный уақытқа, определенный бір шарттармен отырасыз. И ол жерде мысалы сіз айтсаңыз болады да, осындай сен бұл жұмыста 5 жыл жұмыс жасау керексің. Білмеймін енді 3 жыл, 5 жыл өзіңіз білесіз да. Жасау керексің, осындай шарттары бар. Осы шарттарды орындау керексің. Тағы не бар? Біз үйреткен нәрселерді ешқайда сыртқа айтпау керексің. Біз үйреткен нәрселермен басқа біреуге бөліспеу керексің. Сондай, короче. И бізден жұмыстан шыққан күннің өзінде де осындай жұмыспен айналыспау керексің. Деген сияқты келісімдерге қоятын болсаң, сіз спокойно боласыз. Сіздің қазіргі қаупіңіз ақыры мысалға қызметкер кетіп қалатын болатын болса, неге мысалға осы бір кішкентай ғана договормен шешпеске оны? И ол жерде мысалға егерде қандай да бір шарттарды бұзған жағдайда болатын болса, сіз оған определенный бір сумма штраф қоя аласыз. Бұл кәдімгідей заңды түрде жасалатын келісімшарт негізі. Особо қатты қымбат тұрмайды, білмеймін, 20 мың теңге ма, 40 теңге сондай тұрады. Жасап аласыз, көңіліңіз тыныш. Любой келген қызметкер де ол да біледі, қай күнге шейін ол жұмыс жасау керек екен, қай күні кетіп спокойно өз жасай алатын. Договор бітеді, ары қарай ол кісінің рұқсаты арқылы сіздер тағы да заключать етіп ары қарай жұмыс жасайсыздар, немесе жасамайсыздар, ол уже екінші келісім болып табылады. Сондықтан мен ойлаймын, сіздің проблемаңыздың шешімі именно сол болады деп не болады жаңағы қалай? Дұрыс адамдармен жұмыс жасау. Келісім ғой, келісім. И одан кейін бағана сіз айтып қалдыңыз ғой, мысалы операционкадан шығу деген нені айтып қалдыңыз ғой. Бізде енді білмеймін енді көп адамға ол қаншалықты ұнайтын, қаншалықты енді ұнамайтынын, бірақ біз операционкадан шығу дегенді абстрактный бір нәрсе қылып алып алғанбыз да. Күшті бір сөз қылып алып алғанбыз негізі ше. Операционкадан не үшін шығады адамдар, мен түсінбеймін ше оны соны. Не, до того сен сол жұмысыңды ұнатпайсың ба, чтобы сен тез қашып кеткің келетін ел жұмыстан деген сияқты ой келеді да маған. Егер де жақсы көретін болсаң, сен постоянно вечно операционкада жүресің. Тек қана бағана сырттан бақылау процесін алуың мүмкін, басқа қылуың мүмкін. Бірақ операционкадан шығу деген нәрсені кішкене бастан алып тастау керек сияқты. Операционкада бұл просто жұмыстағы рөліңді басқаша қою керек та. Рөл өзгерту. Иә, сіздің жұмыстағы рөліңіз ол масштабты ойлайтын рөлге келу керек қой негізі ше. Масштабты ойлайтын рөлге келсеңіз, яғни сіз дұрыс айтып жатсыз. Сборкада жүрсеңіз, сіз ешқашан даму жолын көрмейсіз. Мысалға, оборот қаяқтан келіп жатыр, қаяққа кетіп жатыр, не істеп жатыр. Жалпы процесті сыртынан көрмегендіктен, сіз ол жердегі проблемаларды дұрыс көре алмайсыз. Мысалға, сіздің даму именно масштабтағы какой-то бір масштабқа шығуыңыз кішкентай ғана бір фишкада болуы мүмкін ше. Кішкентай ғана бір мелочта болуы мүмкін. Просто жұмысқа бір көрер алдың деңізші. Сол жерден мысалға масштабқа кетіп қалуыңыз мүмкін да. Соны көрмейсіз.
когда сіз операционкада жүрген кезде. Сондықтан операционкадан шығу деген нәрсені просто дұрыстап қарау керек та. Операционкадан шығып кетіп, мен полностью жұмысты тастап, жұмыс маған ақша алып келе берсе, мен шетелде жатсам деген нәрсені қою керек. Біз жүйемен постоянно күресеміз негізі. Жүйемен постоянно күресеміз. Яғни екінші түсінік, жүйеге қойып тастап, мен полностью барлығын планшетпен қарап отырып, барлығын управлять етемін деген нәрсені де алып тастау керек. Жүйе постоянно өзгеретін нәрсе да. Біздердегі ожидание мен реальность сәйкес келмеген кезде бізде андай бір разочарование пайда болады адам ішінде. Біз қалай ойлаймыз? Жүйеге қоямыз қазір. Сөйтем дағыны барлығын планшетке кіргізіп аламын, там таблицаларға анау-мынауға салып аламын. Сөйтем дағын барлығын планшетпен қарап отырамын. Айдың соңында тік счетқа ақша келеді. Ақшаны қалтаға салам, шетелге бар қыдырып келем, қайтадан қарайым, отырам. Примерно жүйе деген нәрсені осылай елестетеді көп адам. Бірақ шындығына келген кезде ол вообще олай емес болып қалады даған, и одан кейін адамдарды жаңағыдай выгорание деген бір сөздер тауып алады өздері ше. Шаршадым, бірдеңке, мынау жұмыс менікі емес екен деген. Не үшін? Өйткені біздің күткенімізге сай келмей қалды ол нәрсе. Сондықтан мен көп адамдарға айтарым, бұл жүйені қоюға болады. Более-менее сіздің миыңыздағы жаңағы шешімдерді кішкене шешіп береді. Бірақ сіз постоянно жүйемен күресесіз. Не үшін? Өйткені сізде жұмыс дамиды, дамыған кезде проблема пайда болады. Жүйемен күресу деген жұмыстағы проблемамен күресу ғой негізі. А ол проблема болмаса, значит, жұмысың либо түсіп баратыр, либо емес, ол конкретно түсіп баратыр деген сөз. Если ешқандай проблема болмаса, сіз ешқандай проблемамен күреспей жатсаңыз, значит, ол жұмыс примерно уже түсіп бара жатыр деген сөз. Сондықтан дұрыстап қарап көрсеңіз, сіз ол жұмыста проблема болып жатыр, сіз просто көріп тұрған жоқсыз ол проблеманы. Негізі айтқым келіп жатқан осы. И изначально сіз дайын болып барсаңыз, жүйемен күресу деген жерде, сіз операционнан шығу деген нәрсе тұрған жоқ, сізде определенный бір проблемаларды жеңілдетесіз, бірақ сіз жүйемен постоянно күресесіз. Осы нәрсе. По-любому болатын нәрсе, по-любому болатын нәрсе ол. Бағанағы қызметкерлерге байланысты айтатын болсақ, мен ойларым, мысалға, давайте айтсайықшы. Мысалға, сіздің қазіргі осы көрсеткішіңіз мынау ғой, мысалға 4 қызметкер бар, 300 мың, 200 мың теңге примерно жаңағы маркетингке жұмсайсыз, 9 миллион оборотыңыз бар, таза пайда қанша дедіңіз? 1,5-2. 1,2, 1,5-2. 1,5, 2 миллион таза, я? Окей. Қараңыз, сіз қазір примерно сіздің ойыңыз бойынша, просто мен сіздің бизнесіңіздің ішінде болмағандықтан, мен қатты детальдар білмеймін да, сол үшін сізден сұрап жатырмын. Сборщик таптыңыз дейік. Сборщик таптыңыз, сіз қай рөлге отырасыз? Примерно продажаға отырасыз. Сонда сіздің ойыңызша продажа артады. Солай ма? Продажа артады. Хорошо. Осы бір проблеманы шешу арқылы сіздің жұмысыңыздағы біз қанша оборотқа қаншалықты әсер ете аламыз? Давайте осыған келейік. Қалай ойлайсыз? Мысалы, бір қызметкер плюс алдыңыз дейікші, жақша ішіне алайық. Плюс бір қызметкер қоятын болсаңыз, именно сборкаға, сіздің жұмысыңыз, сборкада жұмысыңыз босайды. Босаған уақытыңызды сіз продажаға отырғыңыз келіп тұр қазір. Хорошо, давайте соған келейік. Продажаға сіз отырсаңыз, значит, көбірек продажа болады, и сборщик үлгере ме, үлгермей ме? Үлгереді. Бір сборщик алсаңыз үлгереді. Үлгереді. Хорошо. Сіз продажаға, давайте средний чекті алайықтағыны продажа санын алайық. Қанша? 500 мың теңге. 500 мың теңге. Средний чек. 500-ға. Средний чек. Егерде 500-ді бөлетін болсақ 9 миллионға, онда қанша клиент болып тұр бізде? Примерно 18 клиент қой сонда, Примерно айына сіз обслуживать етесіз, примерно 18 клиент дұрыс па? 18 клиент болғанда бізден андай ғой. Біз только 500 мың теңге алмаймыз ғой. Мысалы ол примерно средний чек та. Мысалы ол жерде средний чекті былай анықтайық. Қанша клиентке сіз қазір сатасыз бір айда? Соны давайте оборотқа бөлейік, сол кезде неңіз шығады. Хорошо, сөйтіп бөлейік онда. Ондан өшіреміз, Онда 1,2 миллион деп есептейік. Қанша клиентке сіз сатасыз айына? Айына қанша клиентпен жұмыс жасайсыз айына? 8-9. 8-9 болатын болса,
Так, 8-9 клиент. Бізде болады примерно сонда миллион 100 болып тұр ғой примерно, иә, сонда средничегіңіз. Давайте миллион деп алайықшы, иә? 8-9 клиентпен жұмыс істейміз. Жақсы. Егерде бір қызметкер алдыңыз, сіз продажаға отырдыңыз, примерно 300 мың теңге жұмсаған уақытта сізге қанша лид келеді айына? И, кстати, сізде қазір қанша адам продажада отыр? Қазір бір адам. Бір адам отыр, иә? Жақсы. Сіз барсаңыз 2 адам болады. Иә. Хорошо. Қанша клиент келеді жалпы? Қанша лид келеді? Примерно күніне 15. Күніне 10-15 лид келеді. Иә. Егерде бір айға алатын болсақ, ол қанша болады? Примерно 300-450. Иә. Средний алатын болса, давайте 400 деп алайық, иә? 400 лид келеді. 400 лид. Сонда сіз қалай 400 лидтан 9 ғана клиент шыға ма? Иә. Ол деген... Бізде просто сумма үлкен болғаннан көп келеді да. Мысалы, көбісі только бағасын білу үшін звондайды. Сол үшін қалдырады. Жақсы. Креативті қалай жіберіп жатсыздар сіздер қазір? Ұсыныс қандай? Сізде креатив жібересіз ғой? Иә. Ұсыныс қандай ол жақта? Бізде ол жақта подсветка, мойка, подарка сөйтіп жіберіп жатырық акция ретінде. Жалпы креативіңізді айтып беріңізші. Бізде видео. Иә, видео форматында кетіп отыр. Видео формат кетіп отыр. Қандай креативтер түсіресіз примерно? Біз мысалы кухняның істеген жұмыстардың барлығын нелерін жібереміз. Кейде баннер жібереміз, әр кезде әрқалай жібереміз. Жақсы. Адамдар не үшін лид болып түсіп жатыр сізге? Сіздің ұсынысыңыз ұнап отыр ғой енді? Ұсынысыңыз ұнап отыр. Хорошо. Ұсыныс не дедіңіз жаңа? Бізде полный расчет, кухняңыздың бағасын есептеп береміз деген сияқты бізде предложение бар. И олар есептеткісі келеді де бізге заявка тастайды. Біз есептеп береміз. Сіздер есептеп береміз. Анда жерде в основном көбісі даже үй алмағандар да бар да. Енді болашақта аламын деген сияқты. Мен мына мәселені негізі тағы бір көргім келіп тұр негізі. То есть бұны көру үшін уже сіздің продажниктеріңіз қалай оборот жасап жатқанын көру керек та. Шынымен де до конца оборотқа жасап жатыр ма, жасап жатқан жоқ па, даже бар ма, жоқ па. Вообще структурамен жұмыс жасап жатыр ма, именно продажа бойынша жасап жатқан жоқ па деген сияқты. Приветствиесі бар, жаңағыдай не үшін алғысы келіп жатқанын анықтау керек деген сияқты. Сол моменттер бар ма, жоқ па, соны бір қарап көру керек. Бірақ мүмкін ондай болатын болса, ұсынысыңызды өзгертіп көрсеңіз де болады да. Өйткені бір адам үшін мысалға мынандай конверсия өте төмен сияқты менің ойымша. Жоқ, анда жерде бізде мысалы 300 клик деп жаздық қой. Бізде мысалы кейбір күндері болады да, креатив істелмей қалады. Жоқ, мен сол үшін бір айға алып жатырмын ғой. Чтоб сол мәселе... Ол бір айда примерно болатын болса, примерно 200-250 деп алуға болады. Лидті 400 емес, 200-250 деп алуға болады. Аз келетін, көп келетіні средний 250 деп аламыз. 200-250 деп алуға. 250 лид келіп жатыр. Жақсы. Егер сіз мына жерге отыратын болсаңыз, сіз қазір бар продажа отырасыз ғой, иә? И мына кісі сізбен лидті бөлісу керек болады. Қалай ойлайсыз, мысалы 250 лид. 250 лидтен мынанша продажа жасап жатыр. Біз ол кезде бюджетті көтеретін боламыз. Жақсы, дұрыс айтасыз. Бюджет көтересіз. Қанша көтересіз? Примерно біз қазір $15 кетіп жатса, $30 көбейтсек болады. Даже 25-ке көбейтсек те нормально қазір. Получается 300 мың теңге емес, примерно бір 500 мың теңге жіберіңіз жатыр, примерно, иә? Хорошо. 500 мың теңге жіберетін болсаңыз, қанша лид келеді сізге? Мынаны бөлейікші. Қазір. 500 лид болатын болса, примерно. Былай істейміз қазір. Сіз 300 мың теңге жіберіп жатсыз, дұрыс қой? 300 мың теңге жіберіп жатсыз, алдыңыз 250 лид, дұрыс па? 300 мың теңгені жіберіп жатсыз, сізге бір лидтің құны 1200 теңгеден келіп жатыр, дұрыс қой? Жақсы. Енді біз 500 мың теңгені бөлеміз 1200-ге. Сол кезде сізге келеді 416 лид. Среднем, егер де сіздің қазіргі креативіңіздің барлығы дұрыс жұмыс жасаса, 500 лид келеді. Среднем, иә? Так, ол кезде бізде лид мына жерде болады, иә? 500 лид келеді. 500 лид келген кезде, мына конверсиямен есептейтін болсақ,
Ну окей, сіздің оборотыңыз примерно статистика бойынша, егерде барлығы дұрыс болатын болса, примерно 18 миллионды көрсетіп тұр. Но прогноз бойынша 15 миллионға бару мүмкін. Жақсы. 15 миллионға барған кезде таза пайдаңыз қанша болады? Примерно 20% бойынша. Қанша болады осы процент бойынша? Примерно 3,5 болады. Примерно 3,5 миллион теңге болады, жақсы. Үш жарым миллион теңге болуы мүмкін. Разница 1,5 миллион теңге. Дұрыс па? Дұрыс. Бағана алғыңыз келіп тұрған мына қызметкердің ақысы қанша айына? Ол енді 30%-ке отырады. Процентке отырады. Қараша, қанша алады айына? Примерно айтайықшы. 9 миллион кезде мұны қанша теңге алады? 400 мың теңге алады. 400 мың теңге алады. 400 мың теңге алады 9 миллион кезінде. Но біздің прогнозымыз бойынша мұнан алған кезде біздің оборотымыз 15 миллион, 16 миллионға бару мүмкін. Примерно 15 миллионға баратын болса, мұна қанша теңге алады? Ол примерно 700 мың теңге алады. 700 мың теңге алады. 700 мың теңге алады. Жақсы. Бұл прогноз ғой бұның барлығы? Прогноз. Мынау бізде прогноз. Мынау бізде факт. Қазіргі бар нәрсе. Мынаның разницасы қанша? 1,5 миллион теңге. Разницасы 1,5 миллион теңге. Хорошо. Мына қызметкерді алатын болсаңыз 700 мың теңге беретін едіңіз. Мынаны алу арқылы сіз сверху 1,5 миллион теңге табасыз. 1,5 миллион теңгенің хорошо мынаған 700 мың теңгесін берген кезде сізде қолыңызда қанша қалады? 800 мың теңге қалады, дұрыс па? Минус жасаған кезде тең болады 800 мың теңге. Есеп түсіндіңіз ғой негізі? Не үшін сіз мысалға мынау қызметкерді әлі алмай жүрсіз, егерде сізде плюс прибыль мынау болатын болса деген нәрсе ғой? И сіз айтып жатсыз да, қазір 1 жыл болды осы мәселемен күресіп отырмын деп. Сіздің бағанағы қорқынышыңыз ағыры кетіп қалатын адам болатын болса, егерде сіздің қорқынышыңыз ақырып қызметкер кетіп қалған дейтін болатын болса, оның шешімі бағанағы. Мен ойлаймын, егерде жұмыста мысалға жұмыстың атмосферасы кайф болса, егерде ол именно сізге сенсе, яғни сіздің қазіргі мысалы оны алу арқылы сіз қанша 15 миллион жасадыңыз оборот дейік, хорошо, бірақ ол адам көрсе, түсінсе, что ол жерде ол именно сол компанияда өсе алады. Яғни ана жердегі мысалы қанша 700 мың теңге емес, ол 1,5 миллион теңге ала алады айлық. Сондай потенциал сол жұмыстан көріп тұрған болатын болса, мен ойлаймын, ол адам ол жерден кетпейді. Біздің ойымыз да. Көрдіңіз бе, мен сіздің ойыңызбен қазір келісіп тұрған жоқпын ғой. Ол менің ойым. Сіздің ойыңыз сіздің ішіңізде. Тура осы сияқты үшінші адам қызметкер. Қызметкердің де өзінің бір ойы бар да. Сол үшін біз алдын ала ондай шешім жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын негізі. Сіз ол адам қандай болып келетінін білмейсіз. Бір рет опыт болды, хорошо, тура сондай адам келді. 2 рет опыт болды, адам келді. Жұмыстағы ақыры сіз мысалға немен күресіңіз келіп жатса, жаңағы жүйемен күресіңіз келіп жатса, мен ойлаймын, жүйеде сіз бірінші мынаны қараңыз да, бір проблема болды. Проблеманы көрдіңіз. Именно сол проблеманы алыңыздағыны кәдімгідей қағазға жазыңыз да, мысалға қызметкер келді, кетіп қалды. Проблема ғой? Проблема жазыңыз. И проблеманың шешімін жазасыз. Кәдімгі әртүрлі қылып шешімдерін жазасыз дағыны, әрқайсысын істеп көресіз. Негізгі сіздің жүйедегі бағана айтып отқан проблемамен күресу, жалпы жүйені түзету, сіз қойылған жүйені түзету, ол проблемаларды анықтау және өзіңізге сұрақ қою. Мен осы проблеманы болмас үшін не істеуім керекпін деген. Когда сіз өзіңізге дұрыс сұрақ қоясыз, дұрыс шешім табасыз да. Түсіндіре алдым ғой? Түсіндім. Сондықтан бағанағы мәселе, бұның барлығы бізде осы нәрселерден шыққанда, бізде не үшін қызметкер кетіп қалады? Кетіп қалады, потому что бізде жаңағыда цель көрмеді, бүйтті, сөйтті деген сияқты. Одан кейін кейбіреулері мысалға біз шүкір мысалы өз нарығымызда лидирующий позицияда келе жатқандықтан, кейбіреулері енді бастағысы келген оймен бізден келіп определенный бір нәрсені үйреніп кеткісі келгендіктен жұмысқа келеді. Біз соларды анықтағаннан кейін біз алдықтағыны договор жасадық. Ол договорды изначально сен ұсынған кезде ол адам договорға уже қол қоя алмайды. Себебі ол саған келіп өзі ашатын болатын болса, договор бойынша сен онымен соттаса аласың. Дұрыс қой? Дұрыс. Әрине барлық адам по-своему бір жұмыс жасап нету керек, бірақ изначально адамның ойы дұрыс емес болған уақытта біз осындай договормен өзіміз сақтап қала аламыз.
Бұның барлығы бізде сол жаңағы жүйемен күрескен уақытта, яғни біз проблеманы анықтадық. Проблеманы анықтағаннан кейін сұрақ дұрыс қойдық. Мен осы проблеманы екінші рет қайталанбас үшін не істеу керекпін деген. Сол кезде әртүрлі шешімдердің барлығын жасап келу арқылы біз осы нәрсеге келгенбіз. Жаңағы договор NDA. Мен ойлаймын, сіздің неңіз плюске шыға аласыз спокойно, егерде не болатын болса. Договор болатын болса. И одан кейін қайтадан бағанағы неге келу керек сізге? Атмосфераға келу керек. Мен сол атмосфераны көргім келіп тұр да. Сияқты общий, да? Иә, сосын бізде хочешь не хочешь, бізде барлық адам определенный бір түсініктерден құралған. Сіздің мысалға жасыңыз қазір 24-те. Иә? Сіз 24 жыл бойы жинаған бір түсініктеріңіз бар. Иә? Бір көзқарастарыңыз бар. Әке-шешеңіз айтты, типа, білмеймін енді. Достарыңыз айтты, мынау адамдар жаман деп. Сіздің көзқарасыңыз о адамдарға байланысты жаман болып қалыптасып қалды. Сізден ертең мен келіп сұрайтын болсам, адамдар қандай десем, сіз маған жаман дейсіз. Мысалға. И тура солай сіз 24 жылдық адамның бір көрінісі болып тұрсыз да қазір. Өзіңіздің жеке бір түсініктеріңіз бар, өзіңіздің жеке бір көзқарастарыңыз бар, өзіңіздің жеке бір шешімдеріңіз бар деген сияқты. И осы жерге байланысты біздерде жұмыстағы проблемаларды көбінесе өзіміз тудырып аламыз да. Біздің ішіміздегі бағанағы ойларымыз арқылы біз өзіміз тудырып аламыз. Мүмкін ол нарықта вообще жоқ шығар. Ол жүйесіздікке байланысты емес, вообще в целом айтып жатырмын да. Сіздің жұмысыңыздағы проблемалардың көбісі мүмкін болмауы да мүмкін. Бірақ біз оны өзіміз шығарып аламыз ойдан. Қалай шығарып аламыз? Біздің өзіміз түсініктеріміз арқылы. Сол үшін сіз бірінші жүйе құра алатын адам ретінде, болмаса жүйелі бір компанияның иесі ретінде өзіңізді көре алмасаңыз, сіздің жүйені қазір құруыңыз өте қиын. Түсініңіз ғой? Иә, түсіндім. Сіз қазір елестете алсаңыз, сіздің жұмысыңыз уже бір жылдан кейін жүйелі құрылған компания, который ішінде білмеймін енді бір 30-40-50 адам жұмыс жасайтын, обороты 100 миллионнан асатын, бағанағы целіңізге байланысты ғой. Ол цельді қою бір фантазиямен де қоюға болады. Бірақ четко сеніп, мен осыған жете аламын деген нық бір сенім болатын болса, уверенность қой. Уверенность болатын болса, шыңызде, сізде компанияңызда жүйе уже басқаша құрылады. Сізде компанияда жүйе тезірек құрылады. Сіз пока өзіңізге өзіңіз сенбей тұрсаңыз, анау нәрсені жасау үшін ғана жасайсыз барып, ше. Барасыз, цельделіп қоясыз примерно. Мен айтты деп мысалы іліп қойсаңыз мүмкін да, бірақ өзіңіз сенбесеңіз, сіз оған баруыңыз өте қиын. Түсініңіз ғой? Сондықтан осы мәселені бір қарап көру керек та. Мен қаншалықты бұған сеніп жатырмын. Барлығы сізге қарайды. Сіз қандайсыз, қызметкер тура сондай болады. Сіз энергичный болатын болсаңыз, қызметкерлер энергичный. Сіз дамитын болатын болсаңыз, жұмысыңыз да дамиды, қызметкерлеріңіз де дамиды. Жұмыста анандай мәселе бар. Сіздің білім деңгейіңіз қай жерде, бизнесіңізде сол деңгейде да. Мысалға, стартаперлар сразу мысалға бастап сұмдық оборотқа шығып кету өте қиын ғой. Потому что стартап өзі айтып тұр да, енді бастады олар. Енді бастағандықтан оларда жұмысқа деген білімнің аздығы болады. Аздығы болғандықтан оның бизнесі де соған тепе-тең келеді да. Ол тұраттағаны білмеймін енді, бір курстарға барады, басқа қылады, ана кісімен араласады, анадан барып сұрайды, кітап оқиды, видеолар қарайды неше түрлі. Сонымен ақырын өзін кәдімгідей бизнесмен ретінде дамытады. Қалай ол дамытқан сайын, оның бизнесі де автоматия соған келе береді. Ол андай бір чудным образом бір атып кетуі мүмкін. Какой-то бір лотерея сияқты бір моменттерде атып кетеді дағыны, кейбір адамдардың жұмыстары кетіп қалады. Бірақ мәселе бұл жерде сол деңгейді ұстап тұру да. Ол кәсіпкердің деңгейі сол жерге бармаса, жоғары деңгейде тұрмаса, оның бизнесі өсіп кетсе, определенный бір уақытта ол құлайды. Не үшін құлайды? Жаңағы қызметкердің деңгейіне по-любому келіп тепе-тең болады. Сондықтан тағы бір сізге айтатын кеңесім, ол барлық көрермендерге айтатын кеңесім жалпы өзін дамытуды тоқтатпау керек деп ойлаймын. Именно осы бизнеске келген кезде бизнес бағытында ол жаңағы бағана айтқан сияқты кітап болсын, курс болсын, орта болсын, кстати, ортаға байланысты. Бұл жерде сіздің ортаңызды қарап көру керек. Тағы бір мәселе ше, өзіңіз. Орта, дамушы орта болатын болса, сіз тез дамисыз. Орта, қияли орта болатын болса, дамуыңыз өте жай болады. Сіз қалайсыз, ортаға барасыз, орта айтады, қойшы, соны істемей қойшы, тасташ жұмысыңды, не болды? Өлдің ба, білмеймін, неше түрлі көзқарастар бар адамдардың. Ақшаның түбіне жетпейсің бәрібір, не бар тағы да, ақша құнық па, бір нәрсе деген сияқты ойлармен сізді успокаивать етіп тағын өзінің деңгейін түсіріп тастайды.
сөйтіп сіз айтасыз, сіз де бір күні ойлайсыз да, содан кейін қойшы, жасамай ақ қойыншы, жарайды, жүре берейінші деген сияқты, осылар ренжімесінші деген сияқты. Бірақ ертең болашағыңызды олар құрып бермейді. Сондықтан осы мәселе сіздің средний статистикаңыз ғой. То есть сіз 5 тығыз араласатын досыңыздың, сіз сол 5 досыңыздың средний көрсеткіш, ортақ көрсеткіш дейді ғой. Ортақ көрсеткіш. Яғни біреуі 100 мың теңге табады, біреуі 500 мың теңге табады, біреуі миллион табады дейтін болатын болса, егер табыспен есептесек, сіздің табысыңыз примерно осылардың среднейіне келеді. Түсіне алдың ба? Әрқайсысының социальный деңгейіне байланысты сізде средний статистикаға келесіз. Мен бағана айтып қалдым курс деп. Не үшін курс? Мүмкін бір курстан барып, мысалға сұмдық бір білім алып кетпесеңіз де, өзіңіз сияқты білім іздеп жүрген адамдар табасыз. Солар арқылы сіздер тез дамитын боласыздар. Круг болады, кішігірім бір круг создавать етесіздер. Жақсы кругтар бар. Өзіңіздің кругтарыңыз болатын болса, сол кругтармен әрі қарай біз не істей аламыз деген сияқты жаңағыдай нені қарым-қатынасты тығызату керек. Сол кезде тез дамиды деп ойлаймын. Жалпы сұрағыңызға жауап ала алдыңыз ба? Иә, сұрағыма толықтай жауап алдым. Өзіңіз түсінігіңізді айтып кетсеңіз. Иә, мен мысалы бұл договор жайында білмегенмін негізі. Бұл жайлы ойламағам да. Негізі осы договор жайында қолданып қазіргі таңда. Енді Құдай қаласа сол системаны қайттан қолға алып, барлығын реттеймін деген ойдамын. Сізге рахмет, барлығын еттім. Енді менің сұрағым масштабқа шығу жайында болып жатыр да. Так. Мысалы, уже осы системаны қойылғаннан кейін уже масштаб, мысалы, уже бізде магазин ашу керек деген сияқты да. Уже ол кезде адамдар көп ала беруге болады ғой. Қараңыз, біріншіден давайте тоже. То есть біз любой қалауды, біздің қалауыма, менің шын қалауым ба или менің қалауым емес па деген нәрсеге келейікші. Бірінші, масштабқа шығу. Масштабқа шығу шынымен де сізге керек болып тұр ма қазір? Или масштабқа шыққан это круто деген бір не үшін ғана шыққыңыз келіп тұр ма? Яғни масштаб, масштабированный жұмысы бар, то есть сондай бір үлкен жұмысы бар деген атаққа ие болғыңыз келіп тұр ма? Или шынымен де масштабқа шыққан кездегі жаңағыдай білмеймін енді таза пайдасы керек болып тұр ма сізге? Жалпы не үшін сіз масштаб деген нәрсені қалап жатсыз деген нәрсе ғой? Қаяқтан шықты бұл сіздің қалауыңыз? Просто енді компанияны кішкене Қазақстан ішінде ауқымды дамытқым келіп жүр да. Хорошо. Қаяқтан шықты бұл нәрсе? Мысалға отырып өзіне өзі түсте бір аян беріп келмейді ол нәрсе. Отырдыңыз, бір ой келді. Айтты, осы жерге келейікші, только честно жауап беріңізші. Не үшін масштаб деген ой келді сізге? Не үшін емес, қаяқтан келді? Масштаб, мысалы менің ойым, масштаб, значит, көп үлкейсең... Жоқ, масштабқа байланысты ой емес. Масштабқа шыққыңыз келген ой қаяқтан келді? Енді үлкен ақша бұл жерде бар. Так. Үлкен ақша үшін. Масштабқа шықсаңыз көбірек ақша табам деген, то есть көбірек ақша тапқыңыз келгендіктен масштабқа шыққыңыз келеді. Солай болды ғой, Хорошо. Масштаб болғанда менде әр қаладан деп жатқан жоқпын. Только осы Алматы қаласынан жаңағы 2-3 точка ашып қою. 2-3 точка ашып қою. Жақсы. Ол да бір по-своему масштаб. Жақсы. Масштабқа сіз ақшаны көбейту үшін шыққыңыз келіп жатыр. Жақсы. Ақша мәселесіне келейікші ондай болатын болса, бағана бір сұрағам сізден. Ақшаға деген көзқарасыңыз вообще? Сіздің ақшаға деген көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым қазір ақшаға нормально қазір. Бұрынғыдай емес. Қандай еді бұрын, қандай еді? Бұрын енді ақша қиын болатын да, ақша табу. Қазіргі таңда уже менде қатты қиын емес, қатты жеңіл емес, нормально уже. Ақша табу қиын деп ойлайтынсыз бұрын? Бұрын сөйтіп ойлайтын. Оказывается, уже ақша табу оңай. Кішкене оңайырақ екен, чем сіз ойлағаннан қарағанда. Жақсы, хорошо. Сондай мнение қалыптасты да бізде. Ақша сізбен не істейді вообще? Ақша ол біздің керекті заттарымызды алып беретін құрал ретінде ғана қараймыз қазір. Жақсы. Керекті заттарыңыз алып береді. Заттарыңыз жетпей жатыр ма қазір? Жоқ, мысалы ол материалдық жағдай болсын, моральдық жағдай болсын, ол по-любому ақша керек қой. Жақсы. Жақсы. Қазіргі таңда мысалға сіз ақша тауып жатсыз ғой, определенно, мысалға біз 1,5-2 миллион теңге тауып жатсыз. 2 миллион деген екінің бірі таба бермейтін ақша. Жақсы. Сол ақшаны қаншалықты өзіңізге жұмсайсыз? Именно өзіңізге неше теңгесін жұмсайсыз 2 миллион теңгенің? Примерно 200 мың теңгесін. 200 мың теңге жұмсайсыз. 10%-ін жұмсайсыз өзіңізге. Қалған ақшаны қайда жібересіз? Біз үй салып жатырмық қой.
Ақшаның көбісін үйге қашан бастадыңыз үйді? Үйді 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын бастадық. 3-4 жыл бұрын бастадыңыз. Жақсы. Қандай үй салып отырсыз сонда? Біз 2 этаж үй салып отырдық. 2 этаж үй салып отырсыз. Үйде табыс табатын сіз ғана ма? Мен, сосын анам. Анаңыз табыс табады. Айлықта ма анаңыз или бизнесте ме? Айлықта. Айлықта. Ал қарындасым студент, інім студент. Жақсы. 200 мың теңге жұмсайсыз, қалған ақшаны үйге бересіз. Үйдің стройкасына кетіп жатыр. Иә, үйдің стройкасына. Жақсы. Пландап жатсыз қашан бітіруге? Осы жазда Құдай қаласа. Осы жазда. Қанша теңге қалды қазір? Ну, примерно үйдің полный біткеніне забор маворына емес, только үйдің өзіне ғана примерно 7,5 миллион теңге керек. 7,5 миллион теңге керек. Иә. Жақсы. Жазда бітірем деген план бар. План бар. Жазда бітіретін болсаңыз, жаз айдан қанша ай бар? Жазға дейін уже 4 ай бар. 4 ай бар ма? Иә. 4 ай бар. Примерно табысыңыз 2 миллион теңгені өзіңізге 200 мың теңге жұмсайсыз дағаны қалған үйге бересіз. Иә. Хорошо. Қазір келе жатырмыз. 4 ай бар. Дұрыс қой, иә? Үйге керек ақша 7,5 миллион теңге дедіңіз. Примерно 7 миллион 8 миллион теңгенің көлемінде. Иә. Бұл жерде мынандай нәрсе бар да. Сіздің любой адам қалаған ақшасы болады или керек ақшасы болады. Дұрыс қой, иә? Керек ақшасы болады, қалған ақшасы болады. Сіздің қалауыңыз, мысалға, білмеймін енді, 500 салғың келеді, шетелде өмір сүргің келеді, анау-мынау деген нәрседе бір қалау. Иә, ол қалау бар. Бірақ нақты керек ақша бар да. Иә. Нақты керек ақша сізге қазір жаңа үйге керек болып тұр. Иә, 7,5 миллион и плюс менде. Уже басыңызда сіз қазір схемасын тастағансыз. Иә. Так, мен ай сайын қазір табамын 2 миллион теңге, 200 мың теңге өзіме жұмсаймын, одан қалған ақшаны мен үйге беремін. Үйге берген жағдайда, как раз жазда мен үйді бітірем деген сізде план тұр ғой қазір. Иә. Уже расписанный. Иә. Иә. Сіз запросыңыз бар ақшаға деген. То есть нақты в цифрах уже қалауыңыз бар да сіздің ше. Иә. Ол қатты қалағандықтан сіз сол ақшаны табасыз. Түсіндір алдың ба? Иә, түсіндім. Сіз шынымен де ол ақша сізге керек болып тұр, мен түсініп тұрмын. Сіз уже үйді бастадыңыз, сіз положение түсініп тұрмын да қазір. Үйді бастадыңыз. Той дегендей. Той бар, басқа бар мысалға. Енді сіз егерде қатты нетсеңіз, сезінсеңіз, сіз тойдың ақшасына да уже қазір ақша жинау керексіз да. Сіздің қазір мысалға бар қалауыңыз, сіз бағана бірінші сұраған уақытта, сіз ең қатты керек нәрсені айтады адамдар ше. Не үшін ақша керек деген кезде, бірінші адамдар ең қатты керек нәрсені айтады. Сіз жаңа үй дедіңіз. Сізде үйде мысалға почему-то именно жазда дедіңіз, жазда бітірем, қашан бітіреді деген кезде жазда дедіңіз. Потому что сізде уже басыңызда расписанный уже схема бар. Өйткені күзде той ғой, соған бар. Ну, окей, хорошо. Значит, сіздің ары қарай есебіңіз бойынша, давайте былай істейік. Тойға қанша ақша кетеді? Тойға 5-6 миллион кетеді. Тойға 5-6 миллион теңге кетеді. Как раз есеп бойынша жазда үйді бітіретін болсаңыз, осы 2 миллион теңгемен күзде сіз тойдың ақшасын шығарасыз ғой. Иә. Дұрыс қой. Жақсы. Ешқандай да бір анандай бір қызық бір ұйқастықтар байқап жатқан жоқсыз ба? Сіздің запросыңыз, сіздің табысыңызға сай қойып жатсыз да, сіз запросыңыздың барлығын. Қалауыңызды. Түсіндір алдың ба? Иә, түсіндім. Сіздің қазіргі табысыңыздан жоғары қалау қоймайынша, сіз өзіңізді напрягать етпейсіз жұмысқа дегенше. Адам любой керек ақшасын табады. Любой керек ақшасын таба алады. Как бы грубо болмаса да, мысалға, мен білмеймін, мысалға, бомждар, аштан өлген бомждар жоқ шығар. Үсіп өлу мүмкін да. Олар ешқандай табыс болмаса да керек нәрсесін табады олар. Табады, иә? Тура, білмеймін енді, басқа қандай мысалдар бар. Любой, короче, когда сізге шынымен де керек болды. Давайте мектеп кезімізде дейікші, студент кезімізде, мысалға, 8 март болады, жақында өтті ғой 8 март. 8 март болады. 8 март кезінде балдар ақша жинайды. Хотя сенің жұмысың жоқ ешқандай. Ешқандай жұмысың жоқ қой жасап жүрген. Бірақ 8 мартқа там айтайық, бір 10 мың теңгеден балдар жинайтын болады да. Там, білмеймін енді, вечеринка жасаймыз, анау-мынау деген сияқты, немен подарка береміз, да 10 мың теңгеден шығады адам әр жігіттің басына. Былай қарасаң, ақша таппай жүрсең де, сол 10 мың теңгені табасың ғой бірақ. Иә? Әкеп бересің. Білмеймін, әйтеуір бірдеңке қылып әкеп табасың. Өйткені таппасаң сен позор, таппасаң бір ұят, бірдеңке деген сияқты оймен сен ішіңді жит, мына жеріңді жит, содан кейін турасына табасың. Екінші мәселе, сенде 8 мартқа жаңағы сол кешке караокеға барасың ба мысалы, сол кешке барсаң, ол жақта ойын сауық анау-мынау атмосферасы ұнап тұр уже. Сен барып көргің келіп тұр, сол үшін қатысқың келіп тұр. Сен соны қатты қалағаннан кейін сен ақшаны табасың. Түсіндір алдың ба? Иә, түсіндім. Сондықтан
Бұл жерде сіздің схемаңыз да тура солай да. Сіздің қалауыңыз бар, и оған байланысты уже расписан схемаңыз бар. Сіз не үшін қазір көп ақшаға деген запросыңыз болмай тұр, потому что көп ақшаға алып келетін неңіз жоқ та. Қатты қалауыңыз жоқ, сол үшін сіз көп ақшаға деген особо қатты неңіз жоқ. Хотя мына схеманың барлығын сіз уже өзіңіз түсініп тұрсыз. Мен шығарған жоқ, мына барлығын сіз өзіңіз айттыңыз. Дұрыс па? Сіз уже ішіңізде бар бұл нәрсе. Біз барлық нәрсені қиындатамыз да. Мен жұмыс жасай алмай жатыр, мен жұмысым жүрмей жатыр, бүйтпей жатыр, сөйтпей жатыр деп. Біз жұмысқа деген неміз, сұрағымыз кішкене қиындау ше. Мен жұмыстан не қалаймын деген. Шынымен бұл нәрсе маған керек па деген нәрсе. Шынымен де керек болып тұр ма бұл нәрсе? Или біреудің сырттан айтқан нәрсесін мен қабылдап алдым ба? Осы мәселені ажырата алсақ, бізде мына запростардың, мынандай сұрақтардың барлығында сіз уже өзіңіз баяғыдан, мысалы, 1 жыл болды күресіп отқаныңызға. Сіз 1 жыл емес, 1-2 айдың ішінде уже жасап тастайтын едіңіз да. Сондықтан мен айтар едім, масштабқа шығудағы мәселені бір ойланып көріңіз. Ойланып көріңіз. Ақыры ақша болатын болса, өзіңізге честно болу керексіз да. Көп адамдар әдемі бір картинамен жауап тастайды бетін. Мен бүйткім келеді, мен сөйткім келеді, анау мынау деп. Түбіне келген кезде ол ақша екенін өзіне мойындағысы келмейді да. Сіз дұрыс мойындап жатсыз да. Ақша болу керек, бірақ жақсылықты да ұмытпау керек. Екеуі қатар жүру керек. И осы ақшаға байланысты сіз осы ойыңызды тағы бір ойланып көріңіз. Сіздің ақшаңыз уже кететін жері жазылған. Тағы да керек нәрселер шықса, шынымен де керек нәрселер бойыңыздан шықса, қатты қалап тұр мына нәрсені, қатты қалап тұр мына нәрсені деген нәрселер пайда болатын болса, мына автоматик соған ақша таба аласыз. Менде баяғыдан андай бір қызық жағдай болған. Мысалға, менде үйде бізде кредит болатын, Мен ол кезде студент едім. И ай сайын есімде жоқ, бір примерно 60 000 теңге ма, сонда жұмсайтын сол баяғыда болатын да. 60 000 теңге ол кездегі кәдімгідей ақша болады. Қазіргі ақшамен салыстырғанда бір 600 000 теңге шығар примерно. Сондай ақша болатын да, ай сайын соны құйып отыратынбыз. Кәдімгідей семьямен жабылып құятынбыз оны ше. Папа береді, мен әйтеуір бірдеңе табамын деген сияқты бірдеңе жабылып құятынбыз да. Ең қызығы, сол кредит төлейтін соңғы 2 ай уақыт қалады. 2 ай уақыт қалған кезде біз үйдегілермен пландаймыз да. Давайте ай сайын осы кредитті төлеп болғаннан кейін біз осы ақшаны ары қарай депозитке жинайық деген. Все, давай жинаймыз деп барлығымыз күшті қылып пландадық. Ең қызығы, біз сол кредит төлеп болғаннан кейін ана ақша почему-то жиналмайды. То есть, мысалға айтайық, қазіргі статистикамен 600 000 теңге болатын болса, мысалға айтайық, біз 1 миллион тауып отырмыз дейікші, общий, 1 миллион теңгенің 600 000 теңгесін кредитқа жауып отырмыз, 400 000 теңгесі семьяға қалып жатыр, семьяға қалып жатыр. Сонда анау 600 000 теңгені жауып біткеннен кейін, мына 600 000 теңге артық қалмайды да. Жоқ. Как-то білмеймін енді, қызық табылмайды. Папа да жұмыс жүрмей қалады, мен де жұмыс жүрмей қалады деген сияқты сондай да. Не үшін? Өйткені айдың басында бізде план тұр ғой. Семьяға керек 400 000 теңге, кредитқа керек 600 000 теңге. 400 000 теңге мысалға, то есть айдың басында бізде уже план болады да. Яғни 600 000 теңгені кредитқа жұмсаймыз, 400 000 теңгені семьяға жібереміз деген. И сол бізде конкретно запрос болғандықтан, расписанный запрос болғандықтан, біз соны таба аламыз. Как только анау бір не кетті, схема кетті, 600 000 теңгенің сұрап тұрған жер кетті, сұрап тұрған тек қана 400 000 теңге да. И почему-то сол 400 000 теңге ғана табылады ше. Бұл сондай бір қызықты не, біз ақшаны қайға жұмсайтынымыз пландалса, конкретный план болса ақшаға, біз сол ақшаны таба аламыз. Сондықтан абстракт нәрсені барлығын алып тастау керек та. Хочу анау, хочу мынау, бірдеңке, абстрактны барлығы. Конкретика болатын болса, любой ақшаңыз таба аласыз. Конкретно табамыз. Енді осының бәрін қорытындылай келе, мен сізге айтарым, бағанағы үйіңіз бар, тойыңыз бар, басқа бар деген сияқты запростан бөлек, сіздің көп ақшаға деген неге конкретный цельдер қойып алыңыз керек та. Өзіңізге нақты цельдер қойыңыз. Енді Айдын мырза, бүгінгі біздің әңгімеміз бойынша өзіңіздің түсінігіңізді жалпы айтып өтсеңіз, не түсінігіңіз, не қорытындыладыңыз, және жұмысыңызға нақты нені енгізесіз? Қазіргі таңда мен жұмысқа полный системаны енгіземін. Бір рабочий плюс қосып аламыз. И договор бұл міндетті түрде керек екенін мен енді түсіндім. Мен осыған дейін ойламаған болатын. Енді болашақта енді оборотты көбейту үшін бізде енді үлкен пландар болады, Құдай қаласа. Соған қарай жұмыс жасаймыз. Рахмет сізге. Полный сұрағыма жауабымды алдым. Қуаныштымын. Құрметті көрермендер, бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер де осы шығарылым ұнаса, астына өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар және
арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.